Қазақстанда жаңа биологиялық таза сүт өнімі пайда болады. Оның негізінде микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталық әзірлеген арнайы ашытқы бар. Ол еліміздің барлық сүт зауыттарына жеткізіледі. Яғни ірімшік пен сүзбе майын өндірудің нәтижесі болып табылатын Сарысуда пайда болған қоздырғыштарды бейтараптандыруға мүмкіндік береді. Осылайша бұрын жанама қалдықтар болған нәрсені енді биологиялық таза және пайдалы тамақ өнімі ретінде тұтынуға болады. Орталықта ноу-хауды әзірлеуде 7 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Биологиялық қоспалар барлық салалар үшін жеткілікті. 172 заводы, молочный заводы. 172 сүт зауыты енді біртіндеп біздің технологиямызбен ашытқы арқылы әр сүт зауытында шығарылады. Біз оларды жеткізіп тұрамыз, сұранысқа байланысты. Біздің мәліметтеріміз бойынша республикада айына 200 тонна сарысу шығарылады. Біріншіден, біз қалдықтардан жақсы диеталық, экологиялық сусын жасаймыз. Айта кету керек, микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталығы осы әзірлемеден басқа өндіріске мұнайды тазарту үшін, сондай-ақ ветеринария, медицина және басқа да салаларда қолданылатын препараттардың 12 түрін енгізді.